Сәлеметсіз бе, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мен Қордай ауылдық округ әкімінің орынбасары Мұқыш Бақат Шәмілұлы. Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылында биотермиялық шұңқыр салу құрылысы бойынша екінші санаттағы объектіге әсер етуге рұқсат алу үшін материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Ақпарат жұртшылыққа газет және телеарнасы хабарландыру арқылы жеткізеді. Хабарландыру 90-на тақтасына, сондай-ақ Жамбыл облысының табиғат ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурсына орналастырылады. Қоғамдық тыңдаулар жергілікті атқарушы органдар өкілдерімен мүдделінің жұртшылығының қатысуымен өткізіледі. Тыңдаушылар ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауға өткізу қағидасының 22 тармағына сәйкес залда аудиожазба жүргізіледі. Қоғамдың тыңдаушылар өткізу мүмкін кезеңінде мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары нақты тұжырымдамаланған және ескертулер мен ұсыныстар мәнін көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаушылардың мәніне анық қатысы жоқ тыңдаулардың барлық қатысушылардың жай көпшілік даусымен дауыс беру нәтижелері бойынша ескертілмейді. Тыңдау барысында және чатта балағат сөздер айтуға, қорлауға жол берілмейді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін төраға мен хатшыны сайлау қажет екендігі. Төраға ретінде өзімді ұсынамын. Мұқыш Бақат Шәмілұлы, қалайсыздар, қалай қарайсыздар? Қарсы емеспіз. Қарсы қалыстарға қолдарын көтеріңіздер. Қалыс жоқ. Әзірлеуші өкілінің хатшысы Сұлтанғазиев Елдар. Кім қарсы? Жоқ па? Все, қалыс жоқ. Дауыс беруге сұраймын. Кім жағы? Жобаның әзірлеуші Казцентр проект баяндамасы. Ұсынылатын баяндама регламенті 10 минут. Кім жақтайды? Қол көтеруді сұраймын. Қарсы бар ма? Қарсы емеспіз. Қарсы емес па? Қалыс жоқ па? Ұсынылған талқылау регламентінің әр сұраққа 5 минут. Қаулы етті баяндама регламенті 10 минут. Талқылау ретінде 5 минут регламенті. Сіздің назарыңызға Нұрмахамбет Қуаныш баяндамасын тыңдауға ұсынылады. Жақсы, саламатсыздар ма, Қордай ауылы тұрғындары? Қазір сізге мына Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылында биотермиялық шұңқыр салу бойынша баяндамамды беріп шығамын. 10 минут. Сосын 5 минут сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз тапсырышы өкіл болып табыламыз. Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі. Жобаланатын биотермиялық шұңқырдың орналасқан жері Жамбыл облысы Қордай ауданы Төле би көшесі 102 ғимарат. Кодекстің 2 бөлім 2 қосымшасының 6 тармағына сәйкес биологиялық және медициналық қалдықтарды залалсыздандыру және де залалсызданған жою жөніндегі операциялар жүзеге асырылатын объектілердің 2 санатына жатады. Жобаланатын биотермиялық шұңқырдың алаңы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылы номер 46 участок мекен жайында орналасқан. Кадр мен мемлекеттік актіге сәйкес учаскенің ауданы 0,30 гектар құрайды. Қордайда 2 биотермиялық шұңқыр салынатындықтан кішкене алаңы үлкенірек болады. Қалған ауылдарда 0,05 болса, бұяқта 0,30 гектар құрайды. Тұрғын аймаққа дейінгі қашықтық 6 километр. Ол санитарлық защиталық зонадан 5 километрге артық қой. Бұлай 1 километр болу керек қой ара қашықтығы. Бұл жерде 6 километр алыста салып жатыр. Мына Қарасуға келіп бара жатқанда өзіміздің неміз бар ғой, ТГО, сол жақта салынады. Учаскенің ортасында ені 3,5 метр қиыршық тас жол жобаланған, қоршаулардан 1,5 метр шегініп, әр жағынан тереңдігі 4 метр шұңқыр салуды жоспарлап отырмыз. Ал жерден биіктігі 1 метр ұңғыманың бір бөлігі шығады, жалпы тереңдігі 5 метр. Ұңғыма жабдықталады, металл қақпағы бар. Нөсер және еріген сулардың периметрі бойынша шұңқырға түсуіне жол бермеу үшін
тереңдігі 0,5 метр арық орнатылады. Учаскені 4 метр болатын P6V және де 4,2-5 қоршау панельдерінен тұратын бетон қоршаумен қоршалған. Плиталардың жалпы саны 7 дана. Полигонды сумен жабдықтау жоспарланған. Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша электрмен жабдықтау қарастырылмаған. Биологиялық қалдықтарды қабылдауға арналған полигонды шұңқырды жабу оны жобада көзделген биіктікке құйғаннан кейін жүзеге асырылады. Полигонды жаппас бұрын қалдықтардың соңғы қабаты одан әрі қалпына келуді ескере отырып топырақ қабатымен жабылады. Бұл жерде полигонды қолданғаннан кейін 10 жылға арналған бұл полигон, 10 жылдан кейін бұны қайтадан топырақпен көміп, ол жерді қолданса болады, бірақ 4 жылдан кейін. Нысанның құрылысы 2025 жылдың басына жоспарланған. Қабылданған құрылыс мерзімі 12 ай. Оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай қарастырылған жөн. Осы жылдың сәуір-мамыр айында басталады құрылысы, және келесі жыл бітеді. Болмаса осы жылдың соңына дейін бітеді. Тағы да келесі бөлім ол атмосфералық ауа. Мынау атмосфералық ауаға қандай зияны келеді және қандай выбростар болатын жайлы. Объекттің ауа ортасының жай-күйіне әсер етуінің негізгі түрі атмосфералық ауаның ластаушы заттар шығарындылармен ластануы болып табылады. Құрылыс алаңында барлығы 10 көзі қарастырылған, оның ішінде 2 ұйымдастырылған және де 8 ұйымдастырылмаған. Құрылыс алаңы бойынша жалпы құрылыс кезеңіне шығарындылардың жалпы массасы барлығы 0,4 тонна жылына. Пайдалану кезеңінде шығарындылардың көздері ол биотермиялық шұңқырдың құлаған жануарлардың мәйіттерін қауіпсіз және тез ыдыратуға арналған. Бұл жерде түсініп отырғандай, биотермиялық шұңқырға малды салған соң, ол жерде өзінің ферменттері болады. Олар малдың сүйегімен полный ыдырап тастайды ғой, ештеңкесі қалмайынша. Бұл аурулар пайда болмас үшін және тағы да басқа осындай. Бұл жерде енді құстар, басқалар шоқып инфекцияны нетпейді, әр жаққа таратпайды. Жер үсті және жер асты сулары. Жобаланатын объекттің жанында жер үсті су ресурстары жоқ. Объект су қорғау аймағына кірмейді. Ең жақын жер үсті су объектісі ол Шу өзені болып табылады. Ол оңтүстік жағынан 2 километрден астам қашықтықтағы өтеді. Жер асты сулары 10 метр тереңдікке дейін жер асты сулары табылған жоқ. Суға ешқандай несі жоқ, зияны. Өсімдіктер мен жануарлар әлемі. Жасыл желектерді бұзу, мәжбүрлеп көшіру күтілмейді. Құрылыс кезеңінде өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсер ету қысқа мерзімді және жергілікті болып табылады және құрылыс техникасының шуымен және жер дамылғысына механикалық әсеріне байланысты. Қордайда қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстар жоқ, сондықтан бұл жерде олардың көбею және ұя салу орындары жоқ. Сондықтан жануар әлеміне ешқандай зияны жоқ. Енді сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойып. Былай біздің тілде түсіндіре аласыз ба мынандай? Мен жоқ, өзім түсіндіріп өтейін. Биотермиялық шұңқыр бұл скотомогильный. Қарапайым тілде жануарлардың қалдықтары бар ғой, соны сояқылар лақтырады. 2 тесік болады, 2 шұңқыр болады, соның астында ферменттер болады. Өзіне арналған дәрі-дәрмектер ғой. Ояққа жануар тастайды, жануар ояқта ыдырап кетеді. Жылына бұл жерде 3 тоннаға дейін ыдыратса болады. 3 тонна жануарлар тастаса болады. Бізде Қордайда көбінесе жануарлар көп аурулар болады ғой. Содан өлген соң оларды ешқайыққа тастамайды, каналға тастайды мысалға. Бұны енді сояққа аппаратта тастайды, ол ешқандай зиян алып келмейді. Мысалға иттер өліп қалады, көшеде жатады, мысықтар сондайлар. Енді аяққа өзінің специализированный нелер болады, мамандары осы бойынша. Олар сояққа аппаратта оны тастайды. Сол үшін жасалып отыр ғой. Қалдықтар болмас үшін. Қуанышымызға сұрақ. Бұл салынғаннан кейін қанша жұмыс орны ашылады? Бұл жерде постоянный орын болмайды. Бұл просто биотехнический яма ғой. Оны өзін күнде қарайды ғой. Ветеринар службаны өзі қарайды. Ол ояқта адам болмайды ғой. Просто бір адам өзінің несін етіп тұрады, келіп тұрады, несін ферменттерін ауыстырады болды. Қандай да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ па? Рахмет сізге, Қуаныш мырза.
талапты да бар бізде. Аха. Төбеге істеген соң кейіннен ана иісі бар ғой. Дәрінемен кесарым өлгенде соны лақтырғап невозможно жақындамайсың. Енді ол Бірақ ол талаптыдағы ауылға жақын. Ал бізде 6 шақырым жерде, 6 километр. 6 километр жерде орналасып отыр. Сол үшін алыста орналастырып отыр ғой. Сондай болмас үшін ше. Күйеуім асқардан соң иттаны хамбозды істеп әбден сасықшы. Өліп қалған бәрін лақтырып мұсырға. Енді осының не қанда алған нәтижелері бүгінгі талқылаудың кейінгі айтылған ескертулер мен ұсыныстары ескере отырып қоғамдық тыңдаулардың хаттамасын рәсімделеді. Сондай-ақ тыңдаулар хаттамасы бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің интернет ресурстарына тыңдаулар өткізілгеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары көзделенген мерзімдерінде жарияланатынын хабарлаймыз. Жақсы. Енді тыңдағандарыңызға рахмет. Осы жыл Енді осындай салынса бізге де жақсы. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы.